Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен қоспа және таза заттарды қарастырамыз. Өткен сабақта біз сіздермен заттың не екенімен таныстық. Зат ол химиялық құрамы және қасиеті тұрақты қосылыстар. Ал қоспа дегеніміз ол физикалық әдіспен араласқан екі немесе одан да көп заттардан құралған жүйе. Физикалық араласқан. Екі немесе одан көп заттан тұратын жүйе. Келесі ұғым бізде қосылыс. Қосылыс дегеніміз не? Қосылыс дегеніміз бұл әртүрлі молекулалар немесе бөлшектерден тұрып, химиялық байланыспен тұрақтанатын заттар. Әртүрлі молекуладан құралып, химиялық байланыспен тұрақтанатын зат. Қосылыстың құрамында атомдардың түрлері әртүрлі болу тиіс. Әртүрлі атом. Келесі ұғым молекула. Молекула дегеніміз бұл атомдардың тобы. Атомдар тобы. Келесі ұғым атом. Атом дегеніміз бұл химиялық өзгеріс арқылы бөлінбейтін ең кіші бөлшек. Химиялық өзгеріс арқылы бөлінбейтін дененің ең кіші бөлігі. Сонымен, осы ұғымдарды салыстырып көрсек. Яғни, барлық бізде айналамызда қоршаған атом денелер, олардың ең кіші құраушы бөлігі атом десек болады. Атомдар жиналып, топтасып, молекула түседі. Молекулалардың бір түрі қосылыс деп те аталады. Бұл жерде әртүрлі молекулалар құралып, химиялық байланыспен тұрақтанады. Яғни, мұнда молекула бір дара болатын болса, бір дара молекула, ал қосылыс сол молекулалардың жиынтығы деп айтамыз. Және олар химиялық байланыспен тұрақтанған. Қосылыстың ерекшелігі ол әртүрлі атомнан тұру керек. Молекула әртүрлі атомнан тұрмаса болады. Қоспа дегеніміз бұл физикалық араластырылған екі немесе одан да көп заттан тұратын жүйе. Енді осы қоспаның бүгін түрлерін қарастырып көрейік. Агрегаттық күйге байланысты бізде заттар төрт күйге бөлінеді. Бұл газ, сұйықтық, қатты және плазма. Көбінесе біз қатты, сұйық және газбен кездесеміз. Газ, сұйық, қатты және газ, сұйық, қатты деп кестемізді жазсақ. Енді біз қазір осы кестеде әртүрлі қоспалардың түрімен танысамыз. Мысалға, қоспа дегеніміз ол физикалық араласқан екі не одан да көп заттан тұратын жүйе. Мысалға, газ бір зат,
және екінші газ бір зат араласып физикалық бір жүйені түзсе, ол бізде газ-газ қоспасына айналады. Газ-газ қоспасына мысал ауа. Ондағы компоненттер азот газ, оттек газ, көміртек диоксиді газ, немесе су буы газ. Осы газдардан құралған жүйені біз ауа қоспасы деп айтамыз. Енді тігінен қойылған агрегаттық күйлер бұлар негізгі болады. Негізгі жүйенің компоненті, мынау қосымша жүйенің компоненті. Қазір оны түсінесіздер. Келесі, негізгі жүйе бізде газ болады. Енді келесі сұйық, газ сұйықты қоспаға тұманды жатқызуға болады. Немесе аэрозоль. Мәселен, тұман бізде көбінесе газ ба, немесе сұйықтыққа жата ма? Әрине газ. Яғни газ тұманның формасында негізгі жүйе болып табылады, ал сол тұманның құрамындағы су тамшылары ол қосымша жүйеге жатады. Сондықтан тұман немесе аэрозоль бұл газ сұйық қоспасы деп аталады. Керісінше емес. Ал газ қатты жүйеге біз түтінді жатқызамыз. Түтін немесе шаң. Бұнда түтіннің құрамында негізгі бөлікті газ құрайды, ал қатты бөліктер түтіннің құрамында ол қосымша күйдегі форма деп айтсақ болады. Келесі қоспаның түрі бұл негізгі компонент сұйық және оған қосылған газ. Бұған біз не жатқыза аламыз? Көбік. Судан шығатын көбік. Ал сұйық қоспаға біз мысалға суға лимон қышқылының шырынын, лимонның шырынын қосу арқылы біз сұйық қоспа аламыз. Сұйық қатты қоспаға не жатқызуға болады? Біз су және қанттың ерітіндісін жатқыза аламыз. Келесі фаза бізде қатты және газ қоспасы. Қатты және газ қоспасына губка жатады, немесе пемза деген минералды білесіздер. Қатты сұйық қоспаға не жатқызуға болады? Гель немесе желатин. Яғни гельдің құрамында қатты заттың компоненттері сұйық затқа қарағанда көбірек болады. Ал қатты қоспаға топырақты жатқызуға болады. Топырақтың құрамында саз болуы мүмкін, әртүрлі минералдар, құм, тағы да басқа заттар кіреді. Сонымен біз қоспаның әртүрлерімен таныстық. Енді келесі бізде осы қоспаларды бөлу әдісімен танысып көрсек. Сіздер бөлу әдісін естіген шығарсыздар. Ең қарапайым бөлу әдістеріне фильтрацияны жатқызуға болады. Фильтрация бұл сұйық және қатты қоспаның сұйықтан қаттыны бөлу әдісі. Мысалға, бұнда фильтрді қолдануға болады. Сүзгі немесе фильтрден өткізіп, біз қатты сұйық қоспаның құрамындағы қаттыларды сұйықтан бөліп алады екенбіз. Келесі әдіс магниттік бөлу. Бұл магнитке тартылатын заттарды, мысалға темір, кобальт сияқты қосылыстардың басқа бір магнитке тартылмайтын қосылыстардан бөлу әдісі. Мысалға, мыс магнитке тартылмайды, темір магнитке тартылады. Екеуінің араласқан қоспасын біз магнит арқылы бөлуімізге болады. Келесі әдіс дистилдеу. Бұны да естіген боларсыздар. Дистилдеу. Мысалыға, бұл әдісте қатты немесе сұйық қоспаны бөлуге болады. Мысалыға, қатты мен сұйық қоспаны қайнатады, қыздырады. Сол кезде сұйық компонент бізде бірінші буланып кетеді. Астында қатты компонент қалады. Немесе буланған сұйық компонентті қайтадан сұйылтатын болсақ, біз тап-таза сұйық компонентті қаттыдан бөліп алады екенбіз. Келесі бөлу әдісі бұл центрифугтау. Бұл әдістің негізінде
бұл қоспаларды олардың өлшеміне немесе тығыздығына байланысты, олардың айырмашылығына байланысты бөлу әдісі. Мысалыға, сіздер көптеген көрген боларсыздар, әжелеріміз айран піскен кезде көбіні былай шайқайып отырады. Сол шайқаған кезде айранның, яғни сүттің құрамындағы май және сұйық компоненттер, оның ішінде су бөлінеді. Не себепті бөлінеді? Өйткені майдың суға қарағанда тығыздығы төмен болғандықтан ол бетіне қалқып шығады. Бұл центрифугтаудың бір түрі десек болады. Айран пісу. Келесі әдіс адсорбция. Жалпы адсорбцияны біз бұл қатты затқа сұйық немесе газ компоненттерінің сіңірілуі, жабысуы десек болады. Мысалыға, сіздер көп мүмкін көрген боласыздар, активтенген көмірді біз қабылдаймыз ішке. Қабылдаудың мақсаты активтенген көмір қатты зат, ол біздің ағзадағы әртүрлі жағымсыз сұйықтарды өзіне сіңіріп, оны ағзадан шығарып өтеді. Яғни бұл адсорбция әдісіне сүйеніп жасалады. Және тағы бір мысал, мәселен сіздер шылым шегетін адамның қасында тұрсаңыздар, сіздердің шаштарыңыз немесе киімдеріңіз сол шылымның табақтың иісін сіңіріп алады. Бұл да адсорбцияның бір түрі. Сондықтан да шылым шегетін адамның қасында тұрған кезде міндетті түрде маска және костюм киіп алыңыздар. Келесі әдіс бұл экстракция. Экстракцияны естіген боларсыздар. Бұны біз бүгін талқыламаймыз. Қызық болса, өздеріңіз әртүрлі мақалалардан қарап көрсеңіздер болады. Тағы да бөлу әдістеріне хроматография жатады. Хроматография және мүмкін естіген боларсыздар электрофорез. Сонымен, оқушылар, бүгін біз қоспаның және қосылыстың не екенін қарастырдық. Қоспа бұл физикалық араласқан екі немесе одан да көп заттардан тұратын жүйе. Қоспаның түрлері әртүрлі болады, агрегаттық күйіне байланысты. Газ, сұйық, қатты немесе тағы да басқа комбинациялардан тұрады екен. Қосылыс бұл әртүрлі молекулалардан құралады, яғни молекулалардан тобы десек болады. Ал молекула ол атомдардың тобы. Атом дегеніміз ол химиялық өзгеріс арқылы бөлінбейтін дененің ең кіші бөлігі. Сонымен қатар біз қоспаның бөлу әдістерімен де таныстық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде видеоның астына жазыңыздар, мен жауап беремін. Сау болыңыздар.